Дәрігерге барғанда ауруымыз асқынып өлейін деп жанымыз қиналған кезде ғана барамыз да қазір көпшілік адамдар. Уақытылы емделмейміз, уақытылы қарамаймыз, тұра алмай, жүре алмай, шамамыз келмей қалған кезде ғана барамыз. Әйтпесе обезболивающий ішіп жүре береміз. Тісіміздің өзі әбден құрттап, шіріп, жылдыратын кезде ғана алып барамыз да, уақытылы емдетіп, тазартып отырсақ, сол тісіміз сап-сау болып жүретін. Сол сияқты басқа организмдерде жарамай қалған кезде ғана барамыз. Сол дұрыс емес қой, бәріңіз білесіздер. Уақытылы қаралып, емделіп, денсаулығымызды, бірінші байлық денсаулық дегендей, деніміздің сау болып жүрген бәрімізге жақсы. Сол сияқты психологқа да адамдар уақытылы келмейді. Әбден асқынып, депрессия, стресс, ажырасу мәселесін қиындатып, болды мен кешіре алмайым, ұмыта алмайым, күйеуіме сенбеймін, адам болмайды, өзгермейді деген сияқты. Немесе әйелімнен де уже шаршап кеттім деп. Негізі денсаулықтан да қымбат ол біздің жанымыз, жүрегіміз. Жүрек дұрыс болғанда бүкіл дене дұрыс болады дейді. Бірақ біз жанымызды емдемейміз. Жүрегіміз қиналып, ауырып, шаршап жүреміз. Энергия болмай, көңіл күй болмай, содан негізі аурулар пайда болады. Өкпе-реніш, ара-қатынас дұрыс болмай, әйеліңе көңілің толмай жүргеннің өзі кішкентай аурудың белгісі сол. Жақсы көре алмай, немесе қайта-қайта ұрысу, ара-қатынас дұрыс болмай жатса, сондай кезде келіңіз, емделіңіз. Немесе жұмысқа, дамуға, өсуге мотивация жоқ. Шаршадым, жолым болмайды дегендей, сондай мәселе болса келіңіздер. Ең үлкен байлық жүректің тыныштығы. Жүрегіміз таза болғанда, бақытты болғанда, өмірге деген көзқарасымыз өзгергенде, сол кезде жақсылықта, бақытта, өсуде, дамуда адамға оңай болады. Жеке консультация алам десеңіздер, төменге WhatsApp нөмірін қалдырып кетем.